әмі ерекше дәмді болып шығатын наурыз көже дайындаймыз. Үйдегі барлық дәнді дақылдарымызды бөлек-бөлек ыдысқа салып, үстіне су құйып, бөлек пісіріп алатын боламыз. Және сүрленген етіміз бен қазанды міндетті түрде қосамыз. Қамырымызды иілеп, жайып, қолдан кеспе кесетін боламыз. Ыдысымызға сүзбемізді салып, үстінен қайнаған сорпамызды құйып, бір келгі болғанша барлығын араластырамыз. Барлық піскен дәнді дақылдарымызды бөлек-бөлек пісіріп алдық, себебі әр дәнді дақылдың пісуі әртүрлі болғандықтан, яғни күрішімізді, ақ жүгерімізді, ноқатымызды, бидайымызды пісіріп алдық. Енді барлығы піскен сорпамыздың қамырымыздың ішіне салып, барлығын араластырамыз. Сорпамызды сүзбеміздің үстіне құя отыра, бір-біріне біріктіріп, наурыз көжемізді дастарханға ұсынатын боламыз. Барлықтарыңызға ас болсын, ақ мол болсын, қайда болсаңыз да жол болсын, наурыз құтты болсын. Сіздермен бірге болған Ният Нұршат.